Ринаттың нөкерлерінің арасында ұстазы Сиязбек Сүлейменов, Серікқалиев ақын, әнші Берік Омаров, Кенен Әзірбаев атындағы республикалық байқаудың бас жүлдесін алған атақты әнші Шашубайдың Аққайыңын орындайды. Ойырманға жасырынбай, жарқылдасын аспанның жасынындай, дүбірлеген тұлпардың тұяғынан даланың иленеді тасығымдай. Ағалар мен аталар армысыңдар, арқардың алшы тұрған асығындай. Апалар мен жеңгелерге сәлем бердім, ардақ тұтып барлығын асылымдай. Жүздеріңнен жаңалық көріп тұрмын, жаңа шыққан ой толы басылымдай. Баспасыңа бір кітап жазар меді, деп келіп елім менің осы мұндай. Өздеріңмен жүздесер осы сәтке, асығып зорға жеттім ғашығымдай. Әгигагым, әгигагым ай. Қызыл тіл сөз сөйлерде абайлашы, ауылын ақиқаттың маңайлашы. Ақын жыры қашанда елдің мұңы, шындық іздеп ағарған самай шашы. Көз алдына келтіретін қоғамының домалап баратқанын қалай тасы. Әгигагым, әгигагым ай. Бас алмай жырға деген елекпінің, айтыстау іздеп отыр себеп сырын. Қағаз түгіл дыбыспен дауыс беріп, танытып жатыр халық зеректігін. Депутаттар үйренсін жүрсекеңнен, дауысты қалай жинау керектігін. Әгигагым, әгигагым ай. Алталаштың баласы асқа келсің, жауға қату болғанымен досқа кеңсің. Айтысқа атсалысқан жан күйерлер, ортаңнан біздей дарын жастар өнсін. Телефонның нөмірін теріп отқан елеңбегін қалайша босқа дерсің. 97 теңгесін аямаған ағайын 97 жасқа келсін. Әгигагым, әгигагым ай. Отаным салқамғыр мен дарқандалаң, өзіңе әркез иек артар балаң. Ринат досым армысың талайларды, торпеда секілді боп талқандаған. Таулы жерде барыстай жортаңдаған, жазық жерде жүйіткіп тарбаң боған. Қазақи қалжың мәнін ұқтырамын, құрдас деп назарыңды салсаң маған. Екі келі тартатындай қос құлағың, пілдікіндей секілді боп салпаңдаған. Осындай маңыз артқан құрдасымның, осындай кейпін көрсем аңтаң қалам. Әкуіме көрімдік берсекен деп, сүндет деген баладай талтаңдаған. Әгигагым, әгигагым. Оғынсақ ұлылардың ұлағатын, шынақын атанармыз шыңалатын. Жалбылап құлағыма тиіскенмен қайсың бар құлағымды жұлалатын. Бұрынғы бабалардың барлығында
нысана болған екен сыралатын, Қазбекке қаздыкіндей дауыс берген, қаңқылдап көмейінен нұр ағатын. Балуан Нұрмағамбет болса дағы шолақ деп атын ұрпақ аңыз қыладатын. Кешегі көкберлі көкжал барақ, бір бабам күші бойдан дүрағатын. Домалақ мұрындайын аналар бар, солар ет елді төрге шығаратын. Құдайға мың рахмет құлақ берген, менің де жағдайым бар қуанатын. Несіпбек ағамыздың айтуынша, ел қойған құрметті атым құлақ ақын. Бісміллә барша сөздің мәнін берген, имансыз айтылмайды әнім төрден. Сағынып қауышқанда таным делмен, саналы сөз естілсін арын дерден. Армысың қаумалаған көрерменім, ел барда бір тазарар жаным шерден. Бар мекен айтыстың бар жан күйері, өнерге малы түгіл жаным берген. Балаңа құлағың түр байтақ дала, арайлы азаттықтың таңын көрген. Қиқулап қамшы бассаң шабысыма, айбатым 60 есе ағын селден. Сәттерде алла қолда бабым келген, аяйтын ол емеспін барым делден. Бас иеп сәлем бердім дара жұртқа, данадан дала деген тәлім көрген. Ассалаумағалейкум Қазақстан, қазақтың жалғыз ұлы тәңір берген. Болама ұлылардың көшін көрмей, шабытым жекпе-жектеп шешілгендей. Қабанбай, боранбай деп ұран салсам, келеді енді маған кесірнендей. Тентектің ісін қылу ойымда жоқ, өз отын өзі келіп өшіргендей. Атадан адам болып туылған соң, қумаспын мәнсіз қимыл мешіндердей. Шуласын мынау жұртым шаттанғаннан, қубасы Қабанбайдың көсілгендей. Толағай сөз айтайын топ алдында, Алтайды Алатауға көшіргендей. Өшпейтін із қалдырса ұлтын абай, болайық біз өлеңнің ғұрпына бай. Ел дойлар азамат деп айтпас бізді, елім деп сүйегіміз сырқырамай. Бармысың мұқтардайын дара құрдас, сенденді құшағыңды жұртыңа жай. Жағаңнан алмай сенің келе сала, жағайын қалжыңменен ұртыңамай. Ол рас әзілменен қатарлассақ, бұзылар ағайынның шырқы қалай. Ал құрдас барыңды сал, нарыңды сал, көкпарды тақымымнан жұлқылағай. Жекпе-жек боп жарытпайды, артта шаң маңдайда тер бұрқырамай. Сөйле десең ағайын, одан несін сасайын, жарқыратып алдың ажырдан маржан шашайын. Толқындары тулаған қарер тістей тасайын, бабалардың кешегі сүрлеуіне басайын. Мұқтардайын құрдасым келіп қалса қасыма, одан несін қашайын. Жол барыстай жолыңды енді құрдас тосайын, келген кезде жарысқа тырысайық намысқа. Мұны отырған көрермен құмар еді шабысқа, мен жүйрікше көсілсем сенде құрдас қалыспа. Арзан сөздің аулына өтінемін барыспа, қылар айлаң бар меді мына біздей барысқа. Мен барша атылсам тығылмассың қамысқа, тығылғанмен қамысқа баралмайсың алысқа.
енеліп отырғасын жай қосындай, қанжығаға шабытты байласын бай. Құлағына тиісіп кетіп едім, ойпырмай бұл Ринаттың айласын-ай. Қайта жақсы артыңды да көресің ғой, камаздардың бакабой айнасындай. Әгигагын, әгигагын ай. Тәуір сөзді түсірсе тілге Құдай, көңілге нұр жүгіреді түрге шырай. Темір тақым сон білек Ринатпен талайлар тартысуға үркеді дай. Өзіңменен шыққасын аянбайын, өзіңе болмаса да бір кегім ай. Тоңыз жылы туылған қос құрдасты күшіктей таластырған ит өмір ай. Әгигагын, әгигагын ай. Кеудеңді тік, басыңды биік көтер, өнерің өр тұлғаңды биіктетер. Сымбат пен сыпайылық деген ұғым Ринат деген бір атқа сыйып кетер. Қырғиға бақ құмай көз келбетіңді көрген қыздың жүрегі күйіп кетер. Ғашық болып әпсәтте сүйіп кетер, шымырлап тұла бойы үйіп кетер. Сені көріп сұлуды былай қойып, су алған кәрі сиыр иіп кетер. Әгигагын, әгигагын ай. Сүйенген шайырлардай қаламына, алайықтап сөйлейін заманына. Жаман түс көріп шыққан мүттәйімдей, қорқыныш ұялап тұр жанарыңа. Жет атаңның әруағын шақырарсың, айтыста дем берсін деп қадамыңа. Арыстанда кетеді інге кіріп, айқасқанда кезіксе адамына. Жанкешті ойлары, жанкешті сөздерімді террор шығып, ойыңның жіберейін қамалына. Содан кейін ойбайлап жүрмегейсің, от деген қарауылдай сабанына. Әгигагын, әгигагын ай. Шалдардай көкпар барған телім үшін, ал біз болсақ айтысайық елім үшін. Атаң Зайыт, әкең Рифқат, өзің Ринат, заманыңның сайтуған серісісің. Түп нағашың татардан болғаннан соң, әзірге байқалған жоқ терісісің. Ұйғырдың да жиені Ринат досым, шыңжандық құдалардың өрісісің. Татар мен ұйғыр қазақ үш ұлтқанын бір жүрекке сыйғызған перісісің. Интернационалды Қазақстанның 70 жылдық идея жемісісің. Әгигагын, әгигагын ай. Бар әкем қойған Ринат деген, жасымнан сайысуға ширақ денем. Азаттық жаршысы боп осы күні, қазақтық қасиетімді сыйлап келем. Болғанда жаным қазақ, қаным қазақ, талпындым жүректерге құймақ көлең. Алыптың бір есімін алмасам да, халықтың ақ батасын жинақ белем ай. Бақ болып бір бақта, нағыз бақ бір басыңа боп даридан. Мен сенің шошымаймын аттаныңнан, татар мен ұйғырды да шұбырттың ау.
кәдімгі у секілді асқа құйған қаймана қазағымның бір баласын ниетің неткен жаман жатқа қиған сіңірсек дүйім жұртқа бірігіп нәр бола алмас бізге бөгет тығырықтар асау жыр үйір ойдан бұғаулансын шындықтың шалмасына ілініп дәл мұхтар деп аяулы есім қойған екен бергендей ата-анаңа бір үміт әл байқасам мұхтарлардың барлығында қасиет бар қазағым жылы құптар жасқанбай абай жолын айшықты еткен асқанғай әуезовтен ұлылық бар дастандай тарихыңды жазып берген алдында Мағауиннің үгіліп қал болмысы басқалардан дара тұрған өлеңде шахановтай бір ұлық бар өнердің саңылағы өте байып аттасың ол да сенің мұнығып қал бойында Құлмұхаммед ағамыздың бабадан сарқыт болған ірілік бар Мұхтар ау байқайсың ба мына сенің атыңда Мұхтар деген ұлы құт бар сондықтан сайысуға келген кезде қалмасың шабанаттай сүрініп дәл келгенде елден бұйрық сөйле деген шабыспен желден жүйрік жүгіріп қалай Мұхтар ау байқалсын бір байыптысың жүздірші өлең деген қайықтышын жаңағы мен атаған барлық мұхтар ерекше елге құшақ жайыптышын біреуі бір атаның баласы деп біреңбек жазған екен салып күшін алаштың ардагері деген атты кітапқа екіншісі қойыптышын үшінші қорғансыздың күні деген әлемін әдебиеттің байыттышын қайсысы қай мұхтардың жазған еді таба алсаң мұхтарлыққа лайықтысың ал егер таба алмасаң өз обалың алдында мұхтарлардан айыптысың дәл осындай жайың қатаң несіне айтар сөзді уайымдатам Мұхтар деп ыбырымдаған есімімді ұлыларға құшағымды жайып жатам шаханып ағам менің айтқандай-ақ сол айтқанын осы орнына қойып жатам өзім талай ұлыларды мойындадым енді өзімді соларға мойындатам әгигат мәреге мойынымды созамын деп айтыстың жарысында озамын деп халық үшін туылған асыл жігіт елінің көп жарасын жаза білмек мен сені отқан жоқпын таза күн деп ер намысын ойлайтын өз арым деп бүйрегің нағашыңа бұрғанменен жүрегің соғып тұрсын қазағым деп әгигат менен естіген санақ бардың маңызын ұғынуға талаптандың ұйғыр деп нағашыңда айтып едім шампандай атылуға сәл-ақ қалдың ұйғырға жиен болсаң несі айып олай деп саған сөзін сабақтар кім Қонаевтың жарыда татар болған көрсең егер тарихтың талдап барқын
Әуезіп мұратта татар жиені ғой. Ел жүретін бірісіне балап нардың. Кімнен тусаң одан ту мүддесі үшін күресең болғаны да қазақтардың әгигагым. Биылғы жыл Ресей жылы қазақтағы, айтқанға ақауы жоқ қажап бәрі. Еуро-азиялық одақ деген үстем ұлттың саяси сөз ақпары. Көксейтіні менің тек бірақ нәрсе, сақталсын ол халықтың азаттаңы. Бодандықтың қамыты жауыр болған, желкеңді жүрмес екен қажаптағы әгигагым. Суық қол жармасқандай жағама кеп, құлдық сезім дерт емес жаман әдет. Кенесары бабамның басын іздеп, денесі жер астында сала дәлек. Шошимын ханның басы доңыз басқан, кәпірлердің топырағында қалама деп. Петербордан бабамыз жатқан сында, ұрпақтарым ойлан деп тобаңа кеп. Айқайлаған дауысы құлағыма, естілгендей орысқа жолама деп әгигагым. Осылай жер теңізін тасытқанда, заман көшіп біз үшін асыққан ба? Құрт тастайтын көкшібін көп заманда, ағайын аузыңды ашып қалма. Қазекем момын қойда орыс қасқыр, көнбейтін байлап қойып жасытқанға. Достығы қалай болсын орыс қасқыр залым, қойетін жеп көрген ғой ашыққанда әгигагым. Сен туралы сан түрлі ойға қалам, бірақтан жаныңды қу қайда маған. Қалмақтан бір қазақтан 6 қыздап, Абылай хан елге құшақ жайған адам. Тарихты тамтындай білер болсаң, жауап айтшы осынау жайға маған. Абылайдың баласы Қасым ханды билер неге хан қылып сайламаған әгигагым. Сенің мұхтар мол сияқты, болмайын бүгін саған сор сияқты. Нағашы жайын несін қазбаладың емес, біздер үшін дағы болды ұятты. Қасымды ханғы бегер сайламаса, билер өзі ұстанған жол сияқты. Содан туған Кенесары ханды білсең, қазақ үшін туылған зор сияқты. Менде қайран мұхтарау немередім, көңілім қазақ десе көл сияқты. Жүрек түгіл бар жаның қазақ дейтін, менде бір қазақ едім сол сияқты. Ау болды ма нағашылық аңдығаның, мұхтар неге мәнсіз салдыранын? Мұхтармын деп айтқаныңмен бір сұрақ қойып едім, мандымадың. 3 кітап оқымасан Қайран Мұхтар несіне айтсам деп қалжырадың.
айтысқа келмей жатып осындайсың, білмеймін не болады арғы жағың ай. Ал бұл өзі тосылмайтын шақ екеншін, Мұхтар-ау парызыңыз дәл өтелсін. Қазақтың үш мұхтарын танымасаң, сен әлі балаң ауыз бал екенсің. Әуезовтің Қорғансыздың күнін білмеймін қай ұлыға тәу етерсің. Бір атаның баласын жазған Мұхтар Мағауиндей ағамыз нар екеншін. Құл Мұхаммед жазған Алаш алда ардагерін, мұны да құрдас көзің және көрсін. Оп-оңай бір сұрақты таба алмасаң, сен енді қай биіктен дәметерсің. Айтпақшы, сен экономист емес пе едің, сондықтан бұл сыннан да нақ өтерсің. Білімі болмаса да көсемсейтін, шенеунік бола салар жан екенсің ай. Ал Мұхтар-ау ел сенімін ұлсың ақтар, десек те бүгін әлді бір сынап қал. Жұмада бастап жауған ақ жауындай төгейін таңдайымнан жыр шумақтар. Нөсерлеп жер айызын қандырғандай бұл ринат болған жайды қылсын ақпар. Жақында телеарнаның барлығынан елбасы ерлік қылды ыршып аттар. Көрерменнің сұрағына жауап берді дегендей мені де бір шынсынақ қал. Бірақ бір шалдар ауылына шақырды да талай істер айтылды жыршымақтар. Бәрі де сылап сипап сөйлей салды, лаулай алмай қалды ғой шыншыл оттар. Қаншама ызбандап ем ала алмадым, телефон дегенің бір қырсық ақ дәл. Мен түгіл бүкіл Семей жет алмапты, сонан соң деді маған бір сұрақтар. Елімнің көкейінде халық қойған, әлі де қойылмаған мың сұрақ бар ай. Айтылмай қалған мың сұрақ көкірегімді кернейді. Шырылдатсам шындықты, мынау жұрт қалай сенбейді. Қазақстан бай болғанмен қызығын қазақ көрмейді. Шалқиды шала қазақтар, ал қара қазақ терлейді. Елімдегі көп кемісті елбасым қашан жөндейді. 200 мың теңге айлықты прокурор сотқа бергенше, мұғалім менен дәрігер көп балалы ата аналар соларға неге бермейді? Байытқан менен шендіні одан ештеңе өнбейді. Ал мұғалімдер алатын 10 мың теңге айлыққа әкімдер киген тондардың бір түймесі де келмейді. Дәрігерлердің айлығы қайыршылардың 5 күндік табысы менен теңдейді. Осының бәрін ескермей біздің ел қайтып өрлейді. Бастық біткенге бәрібір қаншама айлық берсең де жымқырып жүріп жемжейді. Оларға тіпті бір тиын бермей қойсаң да өлмейді. Елді басқарған ағалар осыны неге көрмейді? Жандары жүдеп жабыққан тарыққандарға нарықтан неліктен көңіл бөлмейді? Ашындырмасын халықты, бір күні жұртта қой дейді. 70 жыл көнген қорлыққа, зорлыққа енді көнбейді вай. Мына елдің көріп тұрмыз, екеуміз біраз жайды шолып тұрмыз. Сенден маған жауап берген жоқсың Ринат. Осыныңды осы ортада көріп тұрмыз. Екеуміз бір-бірімізге жауап бермей, екеуміз бірде бір болып тұрмыз. Әгигагым ай. Келеді айтқан сөзді аңдап қалғын, келмейді мына саған салмақ салғын. Сөзі реті келгесін қойып едім, әйтпесе келмей саған қалмақсан қармақ салғын. Қасым ханды хан қылып сайламаған, айтайын сол жайдың да талдап барқын.
Әкесі Бағадүр хан болғанымен қызынан туылды деп қалмақтардың әгигагым, әгигагым ай. Ринат досым назарын салса маған, қалайша шындықты айтпай жалтар алам. Ұлы Абай Шәкәрім Мұхтарлардың туып өскен жерін айтып арқаланам. Шыңғыстаудың етегі көкжелекті мекенеді, берекесі тарқамаған. Байқошқар ауылының бар ағашын әкімдерің отауды жөн санаған. Ол ауылды бітіріп бақан астай, ауылдың да талынан талғамаған. Қырық ошақ жерінде ойрандаған, әкімдерің ағаш көрсе анталаған. Табиғаттың жүрегіне жара салып, Шыңғыстаудың шырайын балталаған. Әкімдерің еңбекқор аға адам екен, күнде ағаш кесуден шаршамаған. Әгигагым, әгигагым. Жыр тұлпарым жүйіткіп тақымдағы, менекей сіздің жаққа жақындады. Ормандарың өртенгені аз болғандай, бұл сұмдықта бас алмай тұр отым дәлі. Абай туған топырақты қорлағандай, туған жерінің көкжелегін жапырғаны, Шәкәрімді шапанынан айырғандай, қайыңдарды балталап жатырғаны. Мұхтардың Әуезовтің суреттеген жайлаулары енді тұр өкінішті татырғалы. Храпуновтай еместі біздің әкім, сен жүрсің бе мақтаумен әкімдәлі. Әгигагым, әгигагым. Келгесін бұл халықты тыңдатуға, біз түрміз осы ортада үн қатуда. Домбыраңа жүгірмей тыныш отыр, бізге де кезек берсей жырлатуға. Премьерден бастап бәрін сынап жүріп, әкіміңе тырысыппен тіл қатуға. Әлдесен кездесетін ақындарға, асығып жүрсің бәлімін тағуға. Әгигагым, әгигагым ай. Мұхтар-ау, қоймапсың-ау балалықты, мен сенен күтіп едім даралықты. Қайдағы орманда айттың қайран құрдас, бір шындық айтсын саған бала құтты. Шуартауда мен туғалы бір тал жоқ қой, біледі жалпақ жазық дала құтты. Сен айтқан барлық орман бес қарағай, болмасын бұны айтқанға сана көпті. Айтатын дәлеліңді айшықтағын, қайлауқи айтты саған жаңалық талбай. Демеймін бүгін өнер асып кетет, шамасы келсе Ринат тасып кетет. Мендегі екі әкімнің әкім деген екеуі бар. Демегін елге Ринат ғашық етет. Біреуі ана отырған Марат ағам, айтысы апта сайын ашық кетет. Ал енді қалғандары Семей жақта, мен келсем барлығы да қашық кетет. Айбатты бір ой айтсаң ақындарша, жарар ед бүгін сөзің мақұлданса. Орманды айтып жатсың дей алмаймын, мен оған сенің Мұхтар хақың қанша.
Қайтемен қайран орман Семейдегі, басы жоқ шенеунікпен тақымдалса, сол жерге түгістемей тұш отырған, барып айт премьерге дәтің барса бай. Лаулатайын ай өлеңді, жарқыраған ай жалындай, шығысымның ғой шырайла, арайлап атқан таңындай, дәмдісін сөздің ай тартайын, ақсу аттың сүрленгені, қазы қарта жая жалындай, дәмдісін және де табайын, көкөзек деген ай ауылдың, омартадан алған балындай, шалқу шабытым келсе шалқырмын, аягөздей өзенімдегі, көктемдегі ағындай, жағымнан жеміс ай төгейін, мақаншы менен ай үржардың, баптап өсірген бағындай, айласы көп ай ақынға, кетуші едім табылмай, Шыңғыстау тарбақ атайдың, абайлап жортқан аңдай, бұрқыр атушем айтыстай, шұбар тауымның шаңындай. Ал енді мұхтар ай шыдасаң, нөсерлетейін жауындай, бай бурада соғып тұратын, екпіні қатты дауылдай, өлшеулі ғана ғұмырда, қамшының қысқа сабындай, басымнан дәурен өткенше, берейін жұртқа барымдай, ханға да туралай сөйлеген, бұқар жыраудай кешегі, қазағымның шалындай. Айдайым, 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 айдайым. Бірінші тілек ай тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек ай тілеңіз, егемен елім ай азбасқа, үшінші тілек ай тілеңіз, 303-ке бөлініп, үш жақта жылабай қалмасқа, төртінші тілек ай тілеңіз, төрт қу болам сөгіліп, тозғындап салдым тозбасқа, бесінші тілек ай тілеңіз, 5 күндік мынау ай жалғанда, 5 парызың өтілмей, басыңнан дәурен озбасқа, 6-шы тілек ай тілеңіз, қала мен дала ғой ауылым, ағайын туысай бауырым, аштықтан арыбай азбасқа, 7-ші тілек ай тілеңіз, жатпасқа батыбай жалғанда, жетімдер төккен көз жасқа, 8-ші тілек ай тілеңіз, серп беріп семсер ұстайтын, ұрықты болсын ай ұлдарың, боргемік болмай бозғасқа, 9-ші тілек ай тілеңіз, төріңмен байтақ жеріңді, топырақтағы кеніңді, келімсек келіп ай қазбасқа, 10-шы тілек ай тілеңіз, опасыз дұшпан оғатып ордаңа қолын ай созбасқа, бұқар екенше сөйлесем, болмайды сірәдай сөз басқа, Алатаудың ай төрінде, осылай арқам бозбаспа, жаратқан ием ай көрсегір, тілегенімді берсегір, бағымыз тұрар ай әзбаста. Ал енді мұхтар ай досым ай, көзіме қарағын шошымай, сөзімді тұрсаң ай тозып ай, сағанда кезек ай берейін, өлеңнің болсын көшіп ай, бұқар жыраудың жолымен, бұқараға сөйле осылай. Айдайым, 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 айдайым. Мен өзім адалдыққа жар болайын, жырларын төгетұғын нар болайын. Бұл құлақ менде бар деп мақтанасың, соған кесік, соған қосар тағы да сән болайын. Естімей жүрмін дейсің ормандарда, Ринат көкейіңе дәл қонайын. Осындай ойрандарды естімеген, Құдай берген Құдай құлағыңа бар болайын. Айтып ем бір жақсылық болама деп, Ринаттың отырысы оңама деп,
премьерге айтып маған ысырады, өзі көміліп жатқандай жалаға көп. Шығысының мұқтажын айталмаған, Ринат ақындықтан садаға кет. Жерім жоқ мына саған аян деген, алашқа құшағымды жаям дебем. Дәлел болса мен айтайын есімдерін, ол әкімнің есімі Саян деген. Кемедегі адамның жаны бір ғой, айқасқан қос ақынның сәні бір ғой. Бірақтан сен әкімді, ол әкімді танымайсың, өзің айтқаныңа қарағанда бәрі бір ғой. Семейдің айналайын ұлысынан, ешқашан кетпей тұғын тілі шынан. Мен саған жала жауып отқан жоқпын, әркімнің бәле іздеп қуысынан. Шындықты айтам өйткені ақиқатты артық көрген жігіт едім туысынан. Орыс тілін білмейді деп Дәуіт Байдай азаматты шығарыпты жұмысынан. Қазақша сөйлегені жазығыма, соншама айырардай ырысынан. Басқа абай туған төріміздің шошиын дедім Ринат мұнысынан. Рухани астанасы Алашыңның, орыс тілдің шыға алмай тұр уысынан. Жігітсің елге саулық тілегендей, тек қана халыққа тірегендей. Шығысыңның мұқтажын сен жырлағын, құлағыңды салпаңдатып жүре бермей. Ринат, бұл сөздің жауабын сен 30 минут ойланып айтуға мүмкіндігі бар. Қазір ақындар солығын басын, 30 минут демалыс, хабардың жалғасын дәл сағат 3-те бастап жауаптасып, кәдімгідей айтсыңыздар әмді. Шықтық ағайын тағы да міне тыныстап, алдың ағайда келгенде сөз бастайын дұрыстап. Айналайын құрдасым, алыспақ болсаң алыспақ, жұлыспақ болсаң жұлыспақ. Шоқпарда болсаң шоқпармын, шоқпарың сынса тағы да шығармын қарсы қылыштап. Кешегі өткен бекзатбай, 21 жасымда соғайын сені бұрышқа айналайын мұхтарым, шындықшыл болсаң егерде, болып жатқан жайтайсың, жаңағы айтқан талғайың, ол 3 жыл бұрынғы әңгіме, райыңнан енді қайтқайсың. Шындықшыл болсаң сен мұхтар, Абайдың ұлы еліне бақпенен қызыр бір күні келсін деп неге айтпайсың? Шуағы бір Алланың енсін деп неге айтпайсың? Облыстың атағын қайтадан сол Семейге берсін деп неге айтпайсың? Мына жоғарыдағы үкімет мұн отырған халықтың сырларында әрқашан оқсын деп неге айтпайсың? Казинодағы кәрістер, базарда жүрген түріктер боқсын деп неге айтпайсың? Ғалымжандай бір ағаң тарыққанша түрмеде шықсын деп неге айтпайсың? Ауылдың мынау жылында үкімет түгел ауылға барсын деп неге айтпайсың? Алматыға назарын салсын деп неге айтпайсың? Алматымды жұтатқан, алмағаштарын бұтатқан Храпуновтай әкімді алсын деп неге айтпайсың? Айтысқа келсең әйтеуір әркімді бір даттайсың. Даттағаның немене, бер жағын ғана айтып ап, ар жағына батпайсың.
мен қазақтың баласы, дегені бар қазақтың, болар елдің баласы, бірін-бірі мақтайтын, болмас елдің баласы, бірін-бірі даттайтын. Кезім жоқ қой әрқашан достығымнан аттайтын. Алланың жалғыз құл едім, екі дүниеде әрқашан қазақы қанын сақтайтын. Тұлпардай терін алып таң асырған, кеудемде жыр жүрегім аласұрған. Айтысып қарлығашпен өткен жолы қауырсын жұлып бердім қанатымнан. Сынасып сара қызбен сақынада секілді құз бұрымы таратылған. Ал енді Ринатпенен айтысам деп кірпік ілмей түніменен таң атырғам. Семейдің ақындары мың жасасын, Мұхтардың бақытына жаратылғандай. Сен айтсан жырларыңды ілкімді қып, көкейде қаптамайды бір түрлі үміт. Ағайын қосылыңды демеп жібер, қосылыңды жіберіңдер жұлқындырып. Қосылыңды жіберсеңдер жұлқындырып, сіздерді біз кетейік сілкіндіріп. Ринаттың реңі қашып сарғағады, жырыммен алған кезде қылқындырып. Мен сенің дегеніңе көн алмаймын, он жерден отқанымен шырқын кіріп. Ал енді арқаланып келгеннен соң кетейік тереңінен жыр тұндырып. Өтіп жатқан айтысымыз бір күнгілік, Ринатжан азық болсын мың күнгілік. Әр нәрсені айтқын деп далақтап босқа шапқанша, одандағы жөніңді айт, егеменді еледік. Жетсіздік тайт өнімді айт, сырдың елін айт, Семейді айт, айдың шалқар көліңді айт, түк қалдырмай бәрін айт, барыңды айт, жоғыңды айт. Депутаттар қорлаған, тіліме қайғы орнаған, қайнап жатқан сорыңды айт, егініңді егетін, өлегіңді көметін, сатылып жатқан жеріңді айт, қазағым әлі сезбеген, келімсектер көздеген. Байлығымызға қол сұққан, бұлғанып жатқан төріңді айт. Ей, тығырықтан шығатын алашыма жолыңды айт, кезегіңді беремін, көп күттірмей қайтып бер, айталмасаң өзің оныңды айт, оразға өзің айтқандай, Ринатжан ау үйіңе қайт. Ол рас екі балаң төргемінде, ешқашан тақпаушы едім ергемінде. Шабайын шамам келіп жатқанынша, толтырар шапалақпен елкемімде. Өзімнің сөзімді кеп өзім айттың, көрмеппін дәл өзіңдей меңгерімде. Өзіндік тауып жеген бір асың жоқ, жүрген соң шұқыламай көргенің давай. Айдайым жалғанға жаным менің құмар емес, мен әлі тілім үшін қылам егес. 13-ке толса дағы бозбал елім, дұрыстап оның тілі шығар емес.
Қытайша сайрап жүрген қазақтарға қастерлі ана тілі жұғар емес. Қазақтың тілі жылап жатқандығын тас бауыр қаны жоқтар ұғар емес. Жақында бір заң шықты сұры жаман, қылатын болашақты сірә делес. Үш тілді қатар білсін депті үкімет, болып тұр біздер үшін бұда белес. Қалжырап жатса дағы қазақ тілі, тоқпағы жоғарының тынар емес. Туасап жаттайтындай жаны қалмай, ағылшын орыс тілі құран емес. Бірнеше тіл сыйдырар бір ауызға, қазақтар қарашы бар жылан емес. Енді Мұхтар-ай, мен біраз арқаңды сенің байқайын. Қазақтың ең даласын өлеңмен шолып-ай қайдайын. Айт десең тағы да Мұхтарым, аралымды да айтайын, семейімді де айтайын. Ей, бұл елдің талай-ай даласы, экологияның аумағы қаптап кеткен дерттерден бойымызда зардап қаулады. Біреуге бұл да ғой пайдалы, денсаулығы ай адамның жасап отырай сауданы. Ауырған ағайындарды 6000 соммен алдады. Талай шенеунік ағалары бұдан да пайда қармады. Адам құқығын қорғайтын болса да қанша заңдары түк қылалмай отыр ғой. Инвалидный үкіметтің заңдарының тармағы іліп алды ғой қазақты. Байқайсың ба Мұхтаржан, мылқаулықтың қармағы. Осымен сөзді бір түйдім, парасатты президентімізге аманат болсын қалғаны. Айдайым, 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 айдайым. Енді Мұхтар-ай, мен біраз қоздырайын арқаны. Жалықтырған-ай бұл жұртты жаттанды сөздің жалтағы. Бұқар жырау мен Асаннан 7-8 ай буынды. Өлеңмен атқан әр таңы осылай сөйлеп көргәні. Шын ақын болсаң арқалы, сөйлей алмасаң тағы да, сонан кейін байқармыз кім үйіне қайдады. Айдайым, 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 айдайым. Сумаңдама, Ринатжан, сумаңдама. Сен емессің ақын болып туғандара. Олай-бұлай шайқатылып сахнада, түлкінің құйрығындай бұлаңдама. Әлиган, әлиган. Сен аттың заңмен құптап шешімдерін, сатылды қасиетті есіл жерім. Ұлттық тілің дауысқа түскен кезде көрдік ау қанатының кесілгенін. Ақпарат министрінің назарына түссекен ұсыныс боп осындерім. Мәжілістің сайлауы басталарда көрейік көкелердің көсілгенін. Тіліңе қарсы шыққан осылар деп көшенің бойындағы плакаттарға бақтитып жазып қойсын есімдерін. Әлиган, әлиган. Мен осындай Ринат сөзді әуендеген, сен де өзің шешенсің кемеңгерең.
Бағана дәлелменен айт деп едің, тағы да сөз айтайын дәлелменен. Ұлт болып әр қадамды оңбасалық, елі жоқта еңселі болмасалық. Қызылорда іс қағазын қазақшаға өткізуге ең бірінші қам жасадық. Шығыста сол кейінде орысша қой, келекеміз тіл жайында арбасалық. Бар екен 72 бала бақша, кете берсе әңгіменің арнасағып. Төртеуі соның ғана қазақ шекен, бұл жақсылық нышаны болмасанық. Облыстық білім берер департамент ештеңе жасамапты шаң басарлық. 30 шақты қызметкерінің 20-сы кетіпті қазақшадан жан басауып. 30-ның 20 адамы адасып жүр, Семейде сеніп отса қанша халық. 270 орыс мектебің бар, кімді қалай жүрсіңдер жолға салып. Қазақты қазақ қыла алмай жүрсек, кеселің кеткен екен қанға шауып. Сендер салған жолменен кете берсе, ұрпағымыз түбінде оңбасанып. Өзге тілге ойып тұрып, орын беріп, қазақ тілін қойыпсыңдар далбасағып. Ақын боп атқа мінген түрің құрсын, Абайдың сүйегіне таң басалып. Әгигат, әгигат. Осылай өлең айтып жарталамын, тағы да қайнамаса сорпаларың. Қасиетті Семейімде қаламаймын, тіліміздің берекесі тарқағанын. Қазақшалап хат түссе мекемеге, орысша ғып қайтады екен байқағаным. Тілдер заңын қолдан алмай Семей жақта, осылайша бұзып жүр заң талабын. Шикілікті жойса екен қоғамдағы, аңдып тұрып басатын әр қадамын. Шенамайқа глубокая зыранс деген аудан аты әл орысша таңғаламын. О арқаланып орысша атауларды, әуле жауыр болған жоқ па арқаларың. Ормандарды шапқан кезде сойып түскен, осыған өтпей жүрме балталарың. Әгигат, әгигат. Ау сен өзі көп ақпарат беріп айттың, әрине дерегіңе сеніп айттың. Мен ол жақта қарапайым тұрғын едім, сен маған дей бермеші нені қайттың. Алда жалда оңды заман туып жатса, мен әкім болған кезде келіп айтқын. Ей айналайын Мұхтаржан, айтпайсың ба директің әр нәрсесін біліп тек. Сен орыс дейсің Семейді, біз сенің Мұхтар көзіңше орысша сөйлеп кіріп бек, жүріп бек. Мынау айтысты қолдаған Құл-Мұхаммед Мұхтарым, мұн отырған Нұртайым, Қызылордадан бір ағаң айтысқа бүгін мынау кіріп бек. Қазақтың қолдап өнерін спонсор болып жүріп бек. Сөзді айтқын Мұхтарым, әруағыңды шақырда, егер тісің батпаса, басымды босқа қатырма, арланға даусың жетпесе, әтеш кетекке бақырма бай.
енді бір ажайды шолатының, жөні жоқ бұған көңіл толатығын. Әкім болғанда келіп ай деп қоясың, осылай сөйлеп отыр өр ақының. Сонда не барлығын біз айту үшін, күтеміз бер инат әкім болатынын. Ел жұрттың оға берсең қасқа бағын, сен менің тұнығымды ластамағын. Айтыстан кім келді дейсің сыр елінен, болама дәл осылай жасқағаның. Бұл айтысты білесің бе жүрсіннен де, темір шағам айтысты бастағаның. Осындай құдіретім жойылмайды, мұқтар несін айтарын уайымдайды. Сенбесең оты жүрсіндей ағамыздан, сұрасаң өзі келіп мойындайды. Баймақтанар тонымен, кедей қайтсын сорымен. Жаттанды сөздің қорым, бұлбұл құстай сайрамай. Жаттанды сөздің қорымен, сұрапыл айтыс майданын, бастайық досым сонымен. Тезек төремен кешегі сүйім байлардың жолымен. Басына сыймай ноқтасы, жүрген бір досым тоқташы. Өлеңін қойғым өргізген, өмірде мен бір бақташы. Айтыссам сендей құрдаспен, ашылар көңіл қақпасы. Бір шумақпен жамандап, бір шумақпен мақташы. Ақынсың, кейбіреудің бер жағына батырсың. Оны бұны даттап келе жатырсың, ар жағында ештеңе жоқ бақырсың. Жылжытатын ұн өнердің көшіншін, бұл ринат неге бекер көпірсін. Бір ауыз сөзбен сені мақтасам, өмірдегі айырылмас досымсың. Сенің ағаң топ додаға кірді ме? Айтыс бастап қиындықты білді ме? Жағынбаймын өнер үшін бастыққа, деп таксист боп 8 айдай жүрді ме? Өлең деген келе берер құрғырсын, мен масалды айтпаушы едім бір тылсым. Сол таксидің рөлінде отырған, айтыс үшін талай көрген бұл жүрсін. Мақтар болсаң жақсыларды мақтай біл, ақиқатпен ақ адамды ақтай біл. Ағайының саған айтар жалғыз сөз, жалғыз мына жүрсініңді сақтай біл. Алыс емес екі достың арасы, талай жерге жетер білем шамасы. Біраз ауыз толғасыншы ал енді, қасқаятын қазақтың бір баласы. Сөйлер инақ алаңдама тартынба, қазақ үшін найзағайдай жарқылда. Шын болаттай шындықты айтсам айып ба, Алатаудай халқым барда артымдай. Арда мінез асаулардың бірімін, еш қарсылас іле алмаған құрығын. Көгін емес өлең алған Алладан, құйындайын сүйінбайдың жырымын. 21-дің ғасырында жаңғырдым, талайларды талғамыммен таң қылдым. Ленинградты өлеңменен қорғаған, Сталиннен қаймықпаған жамбылмын. Жұттар телмін, дархан елмін, теңделмін, ұрпағымын қағандар мен бектердің. Бауыржан боп Москваны алып қап, орыстарға сыйға тартып кеткенмін.
Мен осындай көнелердің көзімін, болатқанда берік сабыр төзімім, өр қазақтың еңгейтпеген еңсесін, Дінмұхамед Қонаевтың өзімін. Шықсам деймін бұл қазақтың бағынан, мен несіне жамандарға жағынам, Қонаевтың әруағынан шошымас, Храпунов тайып тұрсын тағынан. Тілге туады деп оңар күн, жүрсе дағы бұғауында боданның, қазақтардың мектеп үшін күрескен сайып қыран Смаханұлы Шонанмын. Шаңырағы еңкеймеген тұранмын, көк аспанда қалықтаған қыранмын, мың өлсе де мың тірілген қайтадан, мен қазақпын деп жырлаған жұбанмын. Шовинистке көрсетуге айбатмын, намысымды найза қылып сайлаппын, алаш үшін мұз жастанған алаңда қайсар мінез қайқы қылыш қайратпын. Абай жолын қусам деймін ақым боп, алатұғын болашақтан ақым көп, қазақ атын аманат қып жүрген соң, менің осал болуыма хақым жоқ. Сенің жоғын іздегенім халқым ау, бұл дүниеден өткенімше бақыл боп. Ақылдауын көрсет досым таңдайдың, жарқырауын көрсет досым маңдайдың. Білер болсаң тағы да айтшы мынаны, осы ерде қандай күн. Секілді жаңа аққайың, досымды қалай дақтайын. Асты кірізден орынсыз кіна тақпайын. Аялмадың жамандап, шабам менді ақтайын. Бір шумақпен жамандап, бір шумақпен мақтайын. Мақтағанға тіл жетпейді, ақтағанға сын жетпейді. Есіміңді алталаш ақыным деп құрметтейді. Ақмаңдай түрің қыздардың ойынан әсте бір кетпейді. Табаның тисе егерде тақыр жерге де гүл көктейді. Қасыңда өткен бір сәтке екі дүниеде құн жетпейді. Мысық боп тілеу тілейтін, бөрі боп бірақ ұлыйтын. Сақынадан шығасам жылан боп қайта түлейтін. Аңғалдығың тағы бар, асыранды аюдай қолдан тоят тілейтін. Аңқаулығың басылмай, әлі қанбай жүрейқің. Әттен қыз боп тумапсың, оны үшіңде құрайтын. Емес жақсылығын дос қабылдар, Семейден шыққан талай қастарындар. Аягөздің ел жұрты ұлыларды жаратқан жәннат жер мен аспаның бар. Ұлабайды сабатып надандарға артынан қанқу сөзді қосқаның бар. Құдай берді баласы шәкәрімді айдалада атқызып тастадыңдар. Әріппен базар алып батырларды итжеккенге айдатып жасқадыңдар. Сараны жиен құлға малға сатып ақиқаттың есігін ашпадыңдар. Махаббаттың символы қозым менен баянды бір-біріне қоспадыңдар. Ел құрметін көрмеген тіресінде есімі аталмаған басқа кім бар? Әгигат, әгигат.
жеткізсем деген ұлмын назын көптің, жүректен бір осындай дариғай саз үдеттім ай. Салайын шамам келсе мақамыңа, әзеке әруағыңа тағзым еттім. Сағынып Алматыда қалған шығар, дауысын тірілтейін жалған ай Әзімбектің ай. Әзімбегім ай, азул едің ай, ұмытпас есіміңді қажырлы елің ай. Сан жүйрік сардалада сабылады, ішінен озып шығар дариғай бағы бар ай. Елімнің өткеніне көз жіберсең, талай ұран болар табылады. Абай десең Семей деп біледі жұрт, Семей десең Абай деп танылады. Сол жерге тіл тигізіп отырғанда, атпасын ұлы Абайдың жалған ай әруағы ай. Көрсетсем бойымнан бір даналықты, еліме байқатпаймын угай ай балалықта ай. Ертең қандай күн деп мен сұрап едім, жауабың оған тағы шала бетті. Репрессия құрбандарын еске алу деп, есімін ертеңгі күн дәл алыпты. Жетсегер бір жырлайық шама бүгін, сөйлесін сақынадан саналылың. Сол сұм кеселдің жаңағы сен айтқандай, ап кеткен қазағымның баралыбын. Репрессия таусылды деп айтқан менен, жазады жүректегі жараны кім? Егемен ел болдық деп айтқан менен, қайтарар шәкәрімдей дананы кім? Қазағым есте сақта 31-і, таңба сүйекке таңба болған угай ай қаралы күн ай. Қазақ завал келтірген күн, сұмпайы саясатқа угай ай сендірген күн ай. Шәкәрім Ахмет Ильяс Мағжандарды аямай абақтыда өлтірген күн. Орыстың опасызы бақырған күн, аяусыз қара таңын атырған күн. Қазақтың қаймақтарын өлтіріп сап, тізесін тексіз жаулар батырған күн. Болсыншы енді осы күн мынау жерде, әруағын алталаштың угай ай шақырған күн ай. Арыстарым-ай, парыстарым-ай, ұрпағың еңкейтпейді намыстарың-ай. Ұрпақ бірақ құнданып жүр, бабаны іздеуге де жалған ай бұлданып жүр ай. Бахустың виносымен ораз ашып, батыстың киносына жынданып жүр. Мысалы құрбан болған арыстардың басына осы күні кім барып жүр? Олардың есімдері түлесінде, болсыншы ұрпағының үлесінде. Бұл сөзім жалған болса айтшы Мұхтар, әуезіп қайда жатыр угай ай білесің бе бай? Дана бабам
баламай, дара баламай, бейтіңді білемекен қара балаңай. Сенбедің сұрақ қойып арбап кеген, айтатын әрбір сөзін талдап кеген. Студентпін білесің сен сияқты, сабағымды тестіменен жалғап келем. Сұрағыңның 5 жауабын айтып қойсай, ішінен мен біреуін таңдап берем. Әгигағым, әгигағым ай. Білесің бе тағы да таң атқандығын, сен жағынан ақтарылды ақпар бүгін. Әуезіпті сұрайсың ғой мына менен, сүйегін кім қай жерден тапқандығын. Семейден де мен бір сұрақ қояйыншы, рас болса дараз боз боп шапқандығың. Төлектей бабаңыздың ірейін атшан, өзің айтшы қай жерде жатқандығын. Әгигағым, әгигағым ай. Бірде күн бірде бұлт боп түнеретін, өлеңді таспадай ғып түлеретін. Алпыстан көп қарумен, көп айламен қаруланған, Рейнатқа тақы тығырық жоқ тірелетін. Қулыққа келген кезде құрдасымның құбыласы қашанда түгелетін. Алдынан шыға қалса адам түгіл, жыланның өзін жұмсап жіберетін. Әгигағым, әгигағым ай. Биіктен көргенімді қарап төмен, өлең етіп өрейін талаппенен. Семейдің топырағын ғашықтардың мекеніне бархалық санап кеген. Ғашықтардың алашқа ғашықтықпен емес, қазір Семей аты шығып тұр арақпенен. Әгигағым, әгигағым ай. Абайдың сөзі қалға аты қалған өлеңінде, кемшілік көп шығыстың өрелінде. Арақты шығаратын 3 зауыт бар деген гел сенбейді ме, сенеді ме? Ағайын жылайсың ба, күлесің бе семейлік жарнаманың желегіне? Шөлмектің қақпағынан отыз шығып, көлік мінесің деген дерегіне. Онсыз да деліғұлы ұрпағыңды, бұл сонда ішкіш болсын дегені ме? Шайтанның сусынынан бақ іздеткен, шынымен ақыр заман кегені ме? Әгигағым, әгигағым ай. Де тұрмас егер жылып қабақ, Семей жаққа қарайын тегіп қабақ. Бюджетімнің бүйірі толса екен деп, әкімнің үндемейді күліп қарап. Атым жыға алмаған қазақтарды арақтың 3 зауыты қырып барап. Әгигағым, әгигағым ай. Мұқан Семей елін ойландырсын, өткені мен кеткеніне ой қалдырсын. Генерал-майор Данилыч мырзаға, сен полигонды басқартқан қайран жерсің. Спирт
спиртзауыт пен жындыхана көп қып соққан Данилы желгі істеген пайдан құрсын. Курчатовтың суретін үйін іліп қойғандар апат мәнін қайдан білсін. Араққа мас болғандар дегелеңдей тауыңды жай төбе деп ойлап жүршін. Елге жаны ашыса спиртзауытты әкімнің емханаға айналдырсын. Әгигагым Бұл Мұхтар салмақты өлең селдетеді. Қазақтың бар қазаққа угай-ай тең мекені вай. Іздесем баба басын айып бекен, болмаймын одан жаман менде тегі. Мұхтардай бабаң жатыр Алматыда, біледі оны жақсы елде тегі. Астыңда бір жүйріктей Мерседес бар, бір Құран оқып кетсең Мұхтар аунен кетеді. Есіл бабам-ай, білмейтін ұрпағыңды кешір бабам-ай. Біледі есімдерін ел жақсының. Шын болсаң жүйрік мен угай-ай тең шап бүгін ай. Мұхтардың есіміне кір келтірген, Мұхтар ринат болған өзіңнен мен жақсымын ай. Сен едің айтыстағы шайқеренім, ақынша қазақтықтың айт өлеңін. Бар қазақтың даласына ортақ болған, мен өзі Семей деген бай төбемін. Сен келіп қайта бөлесің ғой, мұныңды бассыздыққа сай дередім. Жаманын бұлай қойып Семейім деп Абайды бөліп алсам, ал Мұхтар қайтер едің ай. Ұялатып жырдендешей, ой көлде қалықтайын угай-ай бірге меше вай. Семейде бір арақтың заводы бар, жарамас мұны тағы міндемесе. Әкімнің шамасы оған келмей отыр, жарар ет оны Мұхтар күндемесе. Келген сайын елбасы сонда кіріп, мұны жауып тастаңдар деп угай-ай үндемесе вай. Қалайша жүрегіңе толсын мазақ, адамдар арақ сатқан көрсін тозақ. Сатқандардың саудасы өз-өзіне, қазағым сен арақтан болшын азат. Мұхтарау арақ жырын айтқаныңша, десеңші баяғыдан жалған ай, десеңші имандылау жалған ай болсын қазақ ай. Қазақстан-ай, ғажабыстан-ай, боп кетпе ешқашанда Арағыстан-ай.
Ринат балағыңа жабыспаймын, өлең деген тізгінімді тақ ұстаймын. Әуезовтің білем осында жатқандығын, он айтып тағы қалай табыспаймын. Қырсыққаннан саған жауап бермеп едім, мен қалай ақиқаттан алыстаймын. Мешітке жұма сайын барғанымда, бабаларға Құранымды бағыштаймын. Берекесін арттырған тектел қазақ, тыныштығы боп тұрған көптен озап, кезінде бодандықтың зарын жұтып, әсерінен әбден іші кепкен қазақ. Биыл Ресей жылы қылып Қазақстанда, Ресейге де барып терін төккен қазақ. Азияның барысына айналам деп, адаспай келе жатыр еппен қазақ. Мұнайына сырттан келіп билік қылат, біреудің біреуге тағы құлдық еткен қазақ. Аңғалдығы 6 жасар баладайын, көңілі жасыл жайлау көктем қазақ. Бәрін айтта бірін айт жекпе-жекте, Ринатпенен айтысқан неткен ғажап. Ринаттың таңғаламын санасына, өлеңді келтіретін жобасына. Абайды мен меншіктеп алам дейді, бұл баланы түсірейін сабасына. Абай Ринат сенікі бола алмайды, абайым ортақ тұлға алашыма. Қазағым, алдыңда сенің мен бүгін еңбегімді өтермін. Абай ортақ қазаққа, оның рас Мұхтаржан, сөзін айтпадың бөтеннің. Абайды қылсаң ортақ сен, зауалды да ортақ қыл. Зауалды мынау Ринатпен осында бірге көтергін. Біреулер дейді ендігі қазақ барат тозаққа. Абайда ортақ қазаққа, арақ деген Мұхтаржан, кеселде ортақ қазаққа. Оның бәрін бөлем деп айналып кетпе мазаққа. Мынау Мұхтарғай сасқаның, жақын тұрғандай аспаның. Мен айтып едім Мұхтарды, басқалай сөйлей бастадың. Білместігіңнің белгісі, бағана біраз қашқаның. Тағы мүмкіндік берейін, желмаядай желейін. Нақтай шығайда жатқанын тағы бір сынап көрейін. Бір кезекпен үндей тұрмын, Ринат қадамыңды гүлдей қылдың. Барып едім кезінде жасырам ба, сен маған қарап тағы күлмей тұрғын. Алматыны мен онша білмейтінен, ал сен оны білмей тағы сүрлей тұрдың. Такси біреудің тұлпарымен барып едім, бірақтан да адресін білмей тұрмын. Әгигарым,
көрейік сенім артқан ұлғалайық, айтыстың майданында шыңдалайық. Қаншама ел тілеулес боп қалды бізге, Ринат артымызға бір қарайық. Сырдария ашуланып арна бұзса, уланып жатқан ертіс сынғалайық. Семейдің полигон мен аралымның қасіреті кеудемде тұрғарайып. Мен сені қаралап та отқам жоқ қой, жарамызға тұз сеуіп тырнамайық. Елдің нардың жүгін көтеретін ақын болып, нардың жүгін көтерген ұл болайық. Әгигагым, әгигагым ай. Ау бұл Мұхтар неменеге қосу дақыл, шарасыз айтқанымнан шошып жатыр. Әдірісін жаттап ұмыту оның мүмкін емес. Әуезов Райымбектің қасында тұр. Нақтырақ айтар болсам, қарама қарсы Райымбек даңғылының басында тұр. Мұхтардай бір ұрпағым келеме деп дәметіп жалқыдыға тосып жатыр Райым. Ей, тосылма Ринат, тосылма, Мұхтар сенде шошынба, білмесең саған айтайын. Райымбек даңғылындағы кішкентай ғана зират бар, жаңағы айтқан Әуезов, Жароков Тайыр бабаңыз, солардың бәрі осында. Қаныш пен Шәкен Айманов, олар да соның қасында. Білмесең егер бекерге басыңды алып қашып тасынба. Үйттім, сөйттім, бүйттім деп көп сөйлейсің, кепіріп, лепіріп, қайтесің мынау жұртыңа, қадіріңді кетіріп. Бір өтірік айтқан соң, бағанағы айтқан сөзіңнің барлығы Мұхтар өтірік ай. Еу, айналайын Мұхтарым, берейін саған қысқақ бар. Ұрпақ болсаң қазақтың болсаң ұрпағы, ұрпақтық парыз істатқар. Сол зиратқа өзіңді апарайын, мен ертең шапанымнан ұстақ қалайын. Өтірік деп сен мені күндеп едің, тағы да оң жағымнан үндеп едің. Төлектей бабаңды да сұрағанда, Ринат оған қай жерде жатқанын білмеп едің. Тағы да ақтарылса ақпар бүгін, болама сен бабаңды сатқандығың. Төлектей бабаңды білесің бе, оның тағы сыр бойында жатқандығын. Бабаңды біле алмасаң іргедегі, айыптың табылмайды күнде емі. Өзіңнің бабаңды да сен біле алмай отырсың ғой, сен мені күнде кел ауа. Ей, айналайын қазағым, соғады сен деп жүрегім, жетелеп мені шығатын өзіңнің ғана тілегің. Алла жазса Мұхтар-ау, бай баласы емесем, сондадағы сыр жаққа атымның басын тірермін. Ол аз десең атақты Кемпірбай ақын Семейдің ет комбинаты астында, оны да жақсы білемін.
айналайын Мұхтаржан, алыстамасын арамыз, талай-талай жекпе-жекке бір талай, келе берсін шамамыз, Құдай қаласа екеуміз талай бабаға барамыз. Рахмет. Осы жерден ақындардың тізгінін тартамын. Уақыт хабар арнасы айтыстың мәнділігін ескеріп 10 минут уақыт қосып берді. Мынаны аяқтайықтен шені. Қазір саспаңыздар. Көп мәлімет айтамын қазір. Айтыстың жүлдесі жөнінде әр айтыс сайын, апта сайын мына Нұртай Сәбеленов мырза жеңімпазға 100 мың, екінші орын алған ақынға 50 мың теңге беріп береді. Ол дәстүр бүгін де қайталанады. 13 маусым күні болатын финалда 2 жеңімпазға да мәшине беріледі. 3-ші орын алған 2 ақынға да біріне Әзімбек Жанқұлиев атындағы жүлдені Нұртай тапсырады, екіншісіне Ерік Асқаров атындағы жүлдені Мекеш Утин тапсырады. Еріктіңді екеуінде өткеніне бір жылға айналып қалды. Ал енді бүгінгі айтыстың қорытындысы, мына залда отырған 926 адам дауыс бердіңіздер. 926 адамның 402-сі Мұхтардың пайдасына, 524-і Ринаттың пайдасына. Сонда 122 дауыс Ринатқа артық берілді. Бұл Ринатқа 1 ұпай берілді деген сөз. Телефон қоңырауы бойынша қазіргі сәтке дейін, менің жаңағына жазып алған, міне қазіргі сәтке дейін 10.161 дауыс Мұхтарға, 6.331 дауыс Ринатқа. Кейсел компаниясы бойынша дауыс бергендер 1692 дауыс Ринатқа, 767 дауыс Мұхтарға. Сонымен бәрі бір 3,5 мыңдай дауыс Мұхтардың пайдасына беріліп тұр. Сонда залдағы халық Ринатқа, телефон соққан халық Мұхтарға бірде-бірден есеп шығып тұр. Міне қазылар алқасы Қарақалды қағажыратын жеңіс келді. Сіздер кімге жеңіс берілсін десеңіздер, соған жеңіс беріледі деген сөз. Айтылған сөздің салмағына, мәніне қарап, алдымен дауысқа салам. Мұхтар Қуандықұлы Қызылордалық ақын жеңіске жетті десеңіздер, 7 қазылар мүшесі дауыс беріңіздер. Ринат жеңді десеңіздер, дауыс беріңіздер. Сонымен бүгінгі жеңімпаз Ринат Зайытов, Семей шәкәрім атындағы университет.